Біздің жұмысымыз ауа райының жағдайларына тікелей байланысты. Табиғи жағдайлар әрдайым өзгеріп тұрады. Көктемде бір түрлі, күзде басқаша, ал қыста мүлдем басқа дегендей. Мен бұл жұмысқа келген кезімде әйелдер мұндай жұмыс істемейді, істей алмайды ғой деп ойладым. Егер өз жұмысыңды жақсы көрсең, әрбір сәттен өзіне ұнайтын бір ерекше дүние табасын. Таң қалаға кенепке жаңа бояулар жаққан суретшідей келеді. Сол кезде шынайы тыныштықтың қандай болатынын тек сол суретші мен қаланы ретке келтіретін адамдар ғана сезінеді. Барлығы ұйықтап жатқанда олар еңбек етіп, айналасын аз да болсын таза әрі әдемі етуге тырысады. Көп адам олардың жүздерін танымайды, бірақ олар күн сайын алғашқы болып келіп, соңғы болып қайтады. Арттарында еңбектерінің үнсіз ізі ғана қалады. Олар тәртіптің көзге көрінбейтін сақшылары. Таңды бір тостаған кофемен емес, сыпырғышпен не күрекпен қарсы алатын және айналасын жақсартуға ұмтылатын адамдар. Солардың бірі Людмила Владимировна Калида. Калида Людмила Владимировна 1968 жылы 15 мамырда Өскемен қаласында дүниеге келген. Мектепті бітірген соң нөмір 4 сауда және аспаздық кәсіби техникалық училищесіне оқуға түсті. Мамандығын алғаннан кейін еңбек жолын бастады. Шығыс Қазақстан облыстық қоғамдық тамақтану басқармасында аспаз болып жұмыс істеді. Кейін қала кәсіпорындарының бірінде жұмысшыларға тамақ дайындады. 1998 жылдың қаңтарында кәсібін өзгертіп жол жұмысшысы болып істей бастады. Таза Өскемен коммуналдық кәсіпорнында Людмила Владимировна 14 жылдан бері еңбек етіп келеді. 6-дан кейін шамамен 6:30-да 7-ге 20 минут қалғанда киініп жұмысқа барамын. Қазір жертөлеге жақындап қалдым. Сонда кіріп шәйнек қоямын. Өйткені жұмыс алдында қатты суық болады, сондықтан кофе ішеміз. Қазір жертөлеге кіріп шәйнек қоямын, кофе ішеміз. Содан кейін сүйікті шеберіміздің қоңырауын күтеміз. Ол бізге жұмыс жоспарымызды айтады. Біз жұмысқа ерте келеміз. Оның өз себептері бар. Бізге жұмысқа керекті құрал жабдықтарды алдын ала дайындап, қамдап қою керек. Сыпырғышты өзіміз қолмен жинап жасаймыз. Күректі тексеріп, керек болса қағатын шегесін қағып, жұмысқа қолайлы қалыпқа келтіріп аламыз. Содан кейін барлығымыз жайлап отырып, ыстық шаймен ішімізді, шер тарқатып, ішкі көңілімізді жылытып аламыз. Мастер хабарласқанда барлығымыз топ болып тұрып, жұмысқа кірісеміз. Бұл жұмысқа мені апайым шақырды. Өзімді жол жиегінде жолдарды тазалайтын жұмысшы ретінде ешқашан елестетіп көрген емеспін. Тіпті мұндай жағдайда жұмыс істеу мүмкін деген нәрсе де басыма кіріп шықпайтын. Не болса да тәуекел, бір жыл көрейін деп келген едім. Міне, содан бері 20 жылды еңсеріп, осы жолдарды тұрақты тазалап келемін. Міне сыпырғышты жинау процесі. Мен оны енді ғана жинап бітірдім. Осылайша жинаймыз. Сыпырғышты қаттырақ байлау керек. Сабына жақсы бекітілу үшін енді жұмысқа дайын. Міне, балға, күрек. Бүгін оны жөндеудің қажеті жоқ, ол дайын. Әдетте балғамен шетін қағып жөндейміз. Содан кейін жұмысқа дайын болады. Осылай жұмыс істейміз. Людмила Владимировна әріптестерінің арасында үлкен құрметке ие. Олар оның тек мейірімді ғана емес, сонымен қатар өте жауапты адам екенін айтады. Люда өте ашық адам. Біз жұмыста үнемі сөйлесіп жүреміз. Ол өте көпшіл, өз жұмысын жақсы біледі. Өз ісінің нағыз кәсіби маманы. Ол өз міндеттерін тамаша атқарады. Ер адамдардан кем түспейді. Өте жақсы істейді. Біз жаз, қыс, 4 маусымды бірге өткіздік. Ол менің жақсы досым, әрі жұмыс бойынша серігім. Біз бір-бірімізді 2005 жылдан бері танимыз. Оны туыстарымнан артық білемін. Ол өте жақсы әйел, жылы жүзді, мейірімді, ұжымда жақсы жұмыс істейді. Иә, ол еңбекқор. Бұл рас, түнде шақырса да бірден жүгіріп келеді. Людмила Калида нәзік әйелдер үшін ауыр көрінетін қиындықтарға қарамастан өз қызметін абыроймен атқаруда. Оның жұмысы жай ғана еңбек емес, нағыз өмірлік міндет.
Міне бізде жоспарланбаған апат болды. Біз жинап жүргенде осындай жағдай орын алды. Енді мұны жинап, қапқа саламыз. Содан соң әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Қолыма күрек алып жұмысқа білек сыбана кірістім десем, өтірік айтамын. Басында нәзік жанды әйел осындай ауыр жұмыс істемеу керек деп ойладым. Бірақ уақыт өте өзім де үйреніп қалдым. Қара жұмыстан қолымның алақаны қатайып, сүйелдер пайда бола бастады. Сол кезде қатты қиналдым. Алақаным ашып, қызарып, қышитын, киімдерімді жуа алмайтын жағдайға жеттім. Қазір қолыма қарасам, алақанымды ашсам, сол сүйелдердің өзіне де талай жыл болыпты ғой. Үйрендім, өмір сондай. Өмірімде енді қандай қиындық көрсем де көтере алатын хәлге жеттім. Қара жұмысқа қалыптасып қалғаным соншалықты, мұндай қозғалыссыз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Мен үшін бұл үйреншікті жағдай, дене мұндай физикалық жұмысқа үйреніп қалды. Өзім бір нәрсе ғана айтамын. Сен істеу керексің, бұл сенің міндетің. Алғаш бастап жатқан кезде әрине қиын болды, қысылдым. Барлығы қарап, аяп тұратын сияқты. Далада қытымыр аяз қысып тұрғанда елдер қымтанып, жылы жерге жету үшін тез-тез жүріп бара жатқанда біз далада жұмыс істеп жүреміз. Бірақ физикалық жұмыс істегенде тонуға мүмкіндік жоқ. Дене қызып, керісінше арқамыздан тер ағып жатады. Мен еңбекке 15 жасымнан араласып бастадым. Алғаш рет балалар лагеріне аспазшы болып жұмысқа шықтым. Бір үлкен лагерде 5 қаршадай қыз қызмет етіп, ауыр бөшкелерді көтеріп тамақ істедік. Еңбек жолыма көз жүгіртсем 11 жыл бойы аспазшы болған екем. Ал қазір міне 20 жыл болды, жолда жүрмін. Бар саналы ғұмырымды қолдың күшін талап ететін қара жұмыста жүріп үйреніп қалдым. Біздің кейіпкеріміз Өскемен қаласының тазалығын және абаттандырылуын қамтамасыз етумен айналысатын Таза Өскемен коммуналдық кәсіпорнында жұмыс істейді. Бұл ұйым қала көшелерінде, қоғамдық орындар мен жолдарда тазалық жұмыстарын жүргізіп, халыққа жайлы өмір сүруге жағдай жасайды. Қыс мезгілінде қар тазалау мен көктайғаққа қарсы шараларды іске асырса, жазда көгалдарды суарып, гүлзарларды күту жұмыстарымен айналысады. Бүгінгі таңда бұл маңызды миссияны орындауға 375 адам жұмылдырылған. Олар күн сайын қаланың көркін сақтап, тұрғындарға жайлы әрі таза орта қалыптастыру үшін күнделікті талмай еңбек етуде. Людмила Владимировна туралы көп нәрсе айтуға болады. Ол бізде 2010 жылдан бері жұмыс істейді. Өте жауапты, ұқыпты әйел. Ол ешқашан шағымданған емес, жұмысымыздың қиын екенін білесіздер. Әйел болғанына қарамастан, ол екі адамның тіпті ер адамның жұмысын атқарады. Ол топта көшбасшы, әрдайым кәне мынаны жасайық, ананы істейік деп кез келген жағдайдан жол табады. Бұл адамды мен шамамен 20 жылдан бері танимын. Ол осы қызметте ұзақ уақыттан бері жұмыс істейді. Өскемен қаласының санитарлық тазалық жұмыскері болып еңбек етеді. Ол өте жауапты және жанашыр адам. Қажет болған жағдайда біз оны тіпті түн ортасында да шақырамыз. Сол сәтте-ақ ол түннің бір мезгілі немесе таңғы ерте уақыт болсын, бірден жұмысқа шығып тапсырманы толық орындайды. Ол өте жанашыр адам, өз жұмысын адал атқарады. Бір қоңыраудан кейін-ақ жұмысқа келеді және көмекке мұқтаж әріптестеріне қол ұшын созады. Көпшілік оған жүгінеді, себебі ол әрдайым қолдау көрсетуге дайын. Менің ойымша, әріптестері Людмила Владимировнаның пысықтығы, табандылығы мен күш-қуаты үшін ерекше бағалайды. Ол әрқашан өзіне тапсырылғаннан да көп істейді және әрдайым жақсылыққа ұмтылады. Оның еңбегі ең жоғары мақтауға және құрметке лайық. Әр адам қоқысты жерге емес, қоқыс жәшігіне тастаса, әрине қала таза болар еді. Бірақ қаламыздың онсыз да таза екенін айта аламын. Басқа қалаларда көшелер үстірт тазаланады, ал бізде тиянақты тазаланады. Егер мектептерде балаларға қала тазалығы туралы қосымша сабақ енгізіп, оларға қоқысты қоқыс жәшігіне немесе арнайы контейнерге тастау керектігі түсіндірілсе, бұл әдет бала кезден қалыптасар еді. Ал жастайынан тазалыққа үйренген бала есейгенде де айналасын таза ұстайды. Нәтижесінде қала одан әрі таза бола түседі. Осындай тазалық сақшыларының арқасында қала тұрғындарының өмірі жайлы және қауіпсіз бола түседі. Әр кәсіп, әсіресе қоғамға пайда әкелетін кәсіптер құрметке лайық.